Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға бүгін асқабақпен жасалатын осындай дәмді пирогтың түрімен таныстыратын боламын. Ол үшін бізге бір жұмыртқамызға қантты салып, барлығын жақсылап шанышқымен араластырып, оның үстіне ерітілген сары майды құямыз, біркелкі араластырамыз. Және илекке ұнды, разрыхлителді какаоны араластырып, 3-ке бөліп, 2-ге бөліп, бірге шанышқымен бұлғайтын боламыз. Және қоюланған кезде шанышқымыздан алып қолымызбен жинаймыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Одан кейін табамызды алып, осының барлығын жұмсақ күйінде жан-жағына тегістеп жайып шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Алдымен асқабақтың бөлігін оны осындай кастрюльге үкіштен өткізіп, песокты салып, жарты сағатқа қоямыз. Сол кезде ол суы шығып, газге кішкене бір 10-15 минутта пісіріп аламыз. Содан кейін суытып, жұмыртқаны салып, араластырып, суығаннан кейін осының бетіне саламыз. Салмасын пирогтың бетіне саламыз. Сол кезде бізде осындай беттерін тегістеп 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай, 35 минуттай пісіріп аламыз. Асқабақ өте пайдалы тағам, сондықтан жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Міне тез дайындалады, әдемі болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Каналыма тіркеліп, жақын жуықтарыңызбен бөлісіңіздер. Әлде көптеген пайдалы рецепттер болады. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және достарыңызға, туыстарыңызға таратыңыздар. Ас болсын.